мен бүгін сендерге ұр тоқпақ ертегісін айтып бермекшімін. Бұрынғы заманда бір кемпір мен шал өмір сүріпті. Олар күндерін тұзақ құрып, аң аулап күн көреді екен. Бір күні шал тұзақ құрып кетсе, тұзағына бір қаз түсіпті. Қуанып қазды алайын деп отырса, қазға тіл бітіп, ата сіз мені жіберіңіз, келесі жылы мен сіздің арман тілектеріңізді орындаймын дейді. Шал ойланып тұрып қазды жібереді. Сөйтіп үйіне бос қайтады. Үйіне келсе кемпірі, неге бос қайттың, енді не жейміз деп ұрсады. Сонда шал болған оқиғаларды айтып береді. Кемпірі ұрсады, неге босаттың, ол қаз алдап кетті ғой сені деп. Сен не білесің деп шал қолды бір сілтеп шығып кетеді. Сонымен бір жыл өтеді арада. Қазды іздеп шығады шал. Бір жерге келсе көп түйе жайылып жүргенін көреді. Бұл кімнің түйелері деп сұраса, бұл Қазыбайдың түйелері дейді. Көп жол жүріп бір қырға келсе, қойлар жайылып жүр. Шопаннан бұл кімнің қойлары десе, Қазыбайдың қойлары дейді. Бұдан басқа нелері бар тағы деп сұрайды. Сонда шопан оның 3 қасиетті заты бар дейді. Піс қазаным піс, құс өсегім құс, ұр тоқпағым ұр. Иә деп кетеді. Сонымен бір ауылға келіп, Қазыбайдың үйін іздей бастайды. Адамдардан сұрап, не алса, мынау Қазыбайдың үйі деп көрсетеді. Есігін қағып, Қазыбайды шақырса, Қазыбай есіктен шығады. Келдіңіз бе, кіріңіз деп күтіп қарсы алады. Сөйтеді де, бұйымтайыңызды айтыңыз дейді. Мен сенің піс қазаның пісіңді алғым келеді дейді. Қазыбай піс қазаның пісті қолына ұстатып жібереді. Оны алып қуанып келе жатса, жолда асық ойнаған балдар ата асқа түсіңіз деп қоймайды. Шал астан аттап кетпей, жарайды, мына қазанға тимеңдер деп үйге кіріп бара жатып, оған піс қазаны піс деп айтпаңдар дейді. Балалар оны қойсын ба, ол кіріп кеткеннен кейін піс қазаны піс десе, қазанда неше түрлі тағамдар пісіліп шығады. Балдар қызығып қазанда ауыстырып қояды. Үйге келіп кемпірге мақтанып, енді біз тарықпаймыз, қарнымыз ашпайды деп піс қазаны піс десе, қазаннан ешқандай тамақ шықпайды. Кемпір тағы ашуланады, сені алдап жіберді, барып ауыстырып кел деп. Қазыбайға қайтып келсе, Қазыбай енді есекті береді. Құс өсегім құс десе, алтын құсады. Сонымен есекті алып келе жатса, тағы да асық ойнаған балдар ата асқа түсіңіз дейді. Асқа түсіп бара жатып, балалар құс өсегім құс демеңдер дейді. Балалар қойсын ба, тағы да құс өсегім құс деп есекті ауыстырып қояды. Сонымен шал үйге келсе, тағы да құспайды. Сонымен кемпір ұрсып қайтадан келіп, ұр тоқпағым ұрды береді. Қазыбай келіп, балдар тағы да жолығып асқа түсіңіз дейді. Балалар ұр тоқпағым ұр деп айтпаңдар дейді. Сөйтсе балдар ата есіктен кіре бергенде ұр тоқпағым ұр десе, балдардың бәрін төмпештеп тоқпақ ұра бастайды. Балдар жылап, жалынып, өтініш ұрма бізді, қазаныңды да қайтарамыз, есегіңді де қайтарамыз деп жатқанын шал естіп, заттарын бәрін алып үйіне келеді. Үйіне келіп, жаңағы қазанға піс қазаным піс деп, есекке құс қазаным құс деп, кемпір екеуі қуанып, мұрат мақсаттарға жетеді.